Бүгін Қырымышғалынан 1998 күн эфирде заман студиясыларының мен Шевкет Наматулаев Селямлаеве бөлі бір мәліматларынан таныш етмеге азырмыз. Азат олынған Русиялы сияси мабус апсте олған зорбалықлар ақында екей етті. Тубурбамы чықардылар. Мен аңладым, евелсі ағызыңа сиер қораз япарық деп қорқыздылар. Тебе в рот на суд. Қырымтатар милли территориаль мұқтариеті олмақ керек ма? Депутатлар кенеде музакерелер башлады. Қырымда Қырым татар автономиясы илян edilse, қалған миллетлерінің мәселелерінде диққат айырылacak mı? Больше, чем крымские татары. Ишгалжелер Қырымда қалған Украин арби гемелеріні парчалайлар. Біздің мәліматларымызға көре олар донор кибитуралар. Азапларынан екінші даққасында теслим олды. Бұны апстен шыққан Русиялы фальжи Илдар Дадин қатырлай. Бірдемлік наразылық акцияларына кечіргені үшін 3,5 жылға апске ташланған фальжи азат олынған соң бірінші кере интервью берді. Апстен о базар күні шықты. Азат олынып мұддетіне 5 ай қалғанда Русияның юқары махкемесі оңа қаршы шығарылған үкімні рет етті. Чүнки оның әрекетлерінде жинайет жоқ екен. 5 или 6 человек держат, переворачивают. 5-6 инсан мені тұтып айландырды. Қаршылық көстермейм деп, менің беденімнен аяқларыма ұрдылар. Мен біраз қаршылық көстердім, сон күчім қалмаған сон башымнен мені унитазға соқтылар. Еллеріме келепче тақып көтеклеген вақытта пек мұшкул ағыр бар еді. Ағырына дуймамақ үшін еллерімі кесіп ташлағанларына разы едім. Қина башлағанлары вақыт бірден менің тубурбамы чықардылар. Мен аңладым, евелсі ағызыңа сиер қораз япарық деп қорқыздылар. Айтқанларына көре шымды бір мабус келіп, менің ырызымдан кечежек екен. Кележекте насыл яшайжағымны білмесем де, мен бұны ақлиқи тарафтан азырлана едім. Мен барышық наразылық үшін садистлерінің еліне түшем, олар қорқмастан өзлеріні ойлы бір арсыз жа алы барсалар, мен бұл вазиет олмасын десем, бойынды олды. Мен енді бір шейіні деңіштіріп оламайым, вазиет енді юз берді. Я уже ничего не могу поменять, она уже есть. Евелсі Дадин Русияны терк етмеге планлаштырған олса шымды есе кетмейжегіні білдірмекте. Русия апсханелерінде мабуслерге қаршы қоланылған азапларға қаршы көрешежегіні ишандыра. Қырым-татар милли территориаль мұқтариеті олмақ керек ма? Қырым işğalının 3 yıl толғанына саясетчілер кенеде Қырым статусы ақында сөз үрсеті башладылар. Тәфсилатлыча біздің мұхберлеріміз біле. Бұл пытрақлы бір меселе. Петр Порошенко блокының депутаты Сергей Куницын Қырымда Қырым-татар милли жұмхуриетінің құрылу ғайысы ақында 112 телеканал мұхберлерінің суалеріне бұл шекілде жауап берді. Біздің телеканалымыз үшін депутат о сөзлеріні бөле анлатты. Что касается национальной автономии... Мен milli автономия тізме ғайысыны рет етмейім. Ама Қырымда Қырым татарлар 13, Украинлер 25, Руслар ise 58% teşkil eteyler. Umumen ise 100 milletinin vekilleri yaşamakta. Қырымда Қырым татар автономиясы ilan edilse, қалған milletlerinin meselelerinde dikkat ayrılacak mı? Больше, чем крымские татары. Қырым азат етілген сон ярамада жұмхурет олмақ керек. Анда тамыр халқын ақлары көз өгіне алынмасы ләзім деп қайдеті халық депутаты. Если мы дадим статус Біз коренного Қырым народа... татарларына тамыр халық статусын берсек, оларға квоталар берілмек керек. Ве бұл 13%-дан чоқылмақ керек. Мында баланс тапмақ керекміз. Мен білмейм, шымды жауап беріп оламайым. Мында анлашмақ, келешмек керек. 25% мы 30. Я не знаю, там 30%. Қырым татарларының лидері Мустафа Джемилев адына көре дегілді, майесіне көре милли территориаль жұмхурет олмалы. Келечекте белгіленген ярамаданын статусында тамыр халқының ақлары эсапқа алынмалы. Эта автономия образовывается как форма реализации... Милли жұмхурет бұл тамыр халқының ақы. Бізім үшін ән мұйымы Қырым татар тілінің Қырым мұхтар жұмхуреті анаясасында белгіленген статусы. О Қырымда девлет тілінің берабер қоланылмақ керек. Екіншісі, Қырым татарларының темсілжелері акиметте çalışып, ақларымызны қорума кереклер. Шымды тамыр халқының статусы қындаки лейхада белгіленгеніне көре акимет векилерінің 33% Қырым татарлары олмақ керек. Представительства крымских татар.
Милли Cumhuriyet teşkil etilmesi kerekligi hakkında Ukrayna prezidenti Petr Poroshenko bir kaç kere aytkan edi. O anayasası komissiyası teşkil etilmesinin teşebbüsçüsü edi. Komissiya devletinin esas kanuna kirsetileceği denişmelerini hazırlamak gerek. Elvina Sidbulayeva, Roman Spiridonov, Vyasan Eminov. Zaman Атер. Террористлерінен атыш япмаған, Путинні мақтамаған. Депутат Надежда Савченко ишғал олынған Донецке барып келген аққандай сабат берді. Русия матбуат васталары да евел берген мәліметқа көре Савченко ДНР желкеверлерінен Силиядан атышлар япқан аққанда білдірген ве Украинада Порошенко дегелде Путин идаре етмесі оңайтылғанын айтқан. Савченко оның Донецке бармасы Москванен аңлашылып япылғаны аққанда білдірді. СБУ депутатыны сорауға желпетмеге планлаштыра. Я вам скажу, що чим результативна ця зустріч? Бу көрішігінің несі файдалы. Минск анашмаларынан белгіленген жедвелер бар. Аписханеге кіргенде тек ой ернің өзінде 6 киши зияде таптым. Біз бұл баларны чоқтан вефат етті деп білейдік. Башқа ерлерде де жойылған инсанларны тапмақ мүмкін. Бұл меселені белі шекілде чезмек керек. Башта белгіленген инсанларны қайтармақ керек. Сон жөнғаларны тапып, өлгенлерні белгілейлер. В другу чергу шукаються ті люди, які не знайдені. Озыны ДНР-де пілан еткен Жұмхуриетінің ел башысы Украина кемиетіне қойған ультиматумына сеслендірді. Александр Захарченко ишғал олынған территорияларының қамачабы тоқтатылмасыны талап етті. Ярынға қадар бұл шарт бежерілмесі ишғал олынған территорияларда олған завод ве ишханелеріні ДНР милетлештірежек екен. Январынан 26-сында ато ветеранлары, волонтер фаалчы ве базы бір Украина халық депутатлары ишғалжелерінен тижаре тоқтатылмасы талабынен қамачав башладылар. Оның иштиракчылары демір ел ве араба елларыны блок етіп тосмен етелер. Вы прекрасно знаете, что в связи с блокадой Темір ел қамачабы нәтижесінде Енакиев Маден кабинаты өз ішіні тоқтатты. Да, базы бір шіркетлер ішіні тоқтатмаға мешбур олды. Бұл мәселелеріні кенеде ішке түшірмек керек. Сакинлер аққанда түшінмек керектір. Ярымға қадар олар біздің қанунларымызға көре ресмилештірілмеселер, олар біздің назаретімізге кечежектір. Мен біздің территориямызда Украина қанунларына көре çalışқан шіркетлер аққанда әттім. Бұл стадион, Мусафархане ве Иляхри. И стадионов, и гостиниц, и так далее, полностью всех. Георгий Тука Захарченконың қорқытуына инанмай, ишғал олынған территориялар ишлерінде назирінің муавины білдіргенне көре, ДНР елбашысы ишандырғанларыны амелге кечірсе, о Минск анлашмаларына бозажақ екен. Бұл мәселелер бұйық концернлерге кіре. Туканың сөздеріне көре террористлер заводларыны бірер ішлетіп оламазлар. ДНР есе заводлар системасыны құрмаға имканы жоқтыр. Якщо відбудуться ці погрози, Қорқытулар амелге кечірілсе, шіркетлер бүтінлей жоқ етілежектір. Шіркетлерінің елбашыларына мұражат етем. Олар бұл шартларына бежерселер, оларға қаршы терроризм дестекленуі үшін жинайы ішлер açılacaqtır. За финансування терроризму. Юрек хасталығындан өлгенлер сайысына көре Авропа девлетлері арасында Украина бірінші сыраларда тұрмақта. Ергел тахменен 40 бен украинлі инфарктқа оғырай. Бұл сене мемурлар ейлешу олажағына ишандыралар юзлерінен инсанларына құртармаға ваде берелер. Бұл Владимир Новиковта учкун евелсе о өлімнен аят арасында еді. Бұл адам инфарктқа оғыраған. Ажеле шекілде апылған стент Ленов оны құртарған. Мен ұқсыры башлаған сон көкірегім ағырды. Маңа стенд қойдылар. Мен білгеліме көре бұл амелият бір чоқ инсанларыны өлімден құртара біле. Маңа о бедава қойылды. План бойынша кечірілежек олса, бұл амелиятқа тахменен $1000 масраф етмек керек. Ағыр алда ажеле ярдымнен хастаханеге кетірілгенлерге амелият девлет парасына кечіріле. Мемлекетінің баш юрек екімі Максим Соколов білдіргенне көре, ел ажеле шекілде стенд амелиятындан 16 бен инсан кечмелі. В 2015 году мы сделали 2015 сенесі 5000 инсанға амелият япылды. Кечкен сене мұқтач олған 16 бен хастадан 7,5 бені кечті. Мы сделаем не менее 10-11. Максим Соколов білдіргенне көре, клиника сағлық назерлігі кечірежек невбетеки тендерге қадар чалышып олмасы үшін стендлеріні ерлі бюджет парасы есабына сатын алалар. Сене тахменен 40 бен инсан инфарктқа оғырай.
5-ші инсан ангиограф инфаркт девамында қоланылған алет олмағаны үшін вефат еті. Кечкен сенеге баққанда стендлер алмақ үшін акимет 2 кере зияде пара айырған. Акиметтің қарарына көре 150 миллион гривна айырылы. Ангиографларға параларыны 50% ерлі бюджет, 50%-ны акимет айырacak. Бұл тақменен 10-20 ангиограф алынacak демектір. Ангиография кереклі олған қошма материаллар есасында yüzlerce инсанларының аятыны құртара білеміз. Мемурлар білдіргенне көре стендке әжілі шекілде мұқтач олған әрбір хаста бедава амелияттан кече білежектір. Евгения Данилова, Асан Эминов, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Калифорнияда yüz берген фелекет нәтижесінде үш инсан елек олды. Учақ мескен евлер үстіне түшкен сон яңғын башлаған. Учақта бір айле қадын қожасы бе үш бала бар екен. Яңғыжыларының сөздеріне көре учақ түшкен малде андан қыз атылаған. BBC берген мәліметқа көре хастаханеге кеткенде о құртарыжылар не лаф еткен. Ишгалчилер Қырымда Украина арби гемелеріні парчаларыны алмақ мақсадынен парчаламақталар. Бұақта Украина арби деңіз қоветлерінің команданы Игорь Воронченко білдірмекте. Оның фікіріне көре меселе дипломатик юлларнен чезіле біледір. Воронченко Русейден пара тазминаты яда гемелеріні илк шекілінде олғаны кебі қайтарылмасыны талап етмесіні теклиф ете. Корабли, они стоят окремо, их выделили. Гемелер айры тура, оларны четел мемлекетінің техникасы оларақ айырғанлар. Ләкин бізім мәліматларымызға көре олар донор кебі туралар. Ве бізім Константин Альшанский 775-лей хасы кебі одонарлық гемесі оларақ құланылмақта. Тернополь, Луц гемелері есе оларның кішкене қайықлары үшін құланыла. Олар есе шымды бізім газ ядақларында турмақталар. Зараз несуть, як кажуть, Ахмеджеттің ишгалчилер акимиеті шер мерkezінде ғайрадан кечірілген тамирыны тенқыт етті. Ахмеджет мерkezінде абаданлаштыру екінші кере өткерілі. Мемуриет ішчілер шіркетінің ел басшысына жезаламаға есте. Тамир ішлеріні 180 миллионға Крым Девелопмент шіркеті кечірген. Тамир кейфиетлі вақтында япылмағаны үшін іш ярқан шіркетіні абаданлаштыруының ғайрадан япмасына мечбур етселерде нәтижесі да фена олмақта. Более хаталарына текрар япмақ үшін не қадар ақылсыз олмақ кереклігіні білмейм. Бойынды делиліктір. Бойлы олса біз жидді жеза усулларыны қоланacakмыз. Ахмеджетте 5-11 сынып талебелері арасында өткерілген ант еткен мен ярышына екін чекілді. Конкурс милли әрекет ветеранлары ве фальжилер тешебусуйле тешкілетілді. О Қырымның бірінші муфтисі Қырым-Татар акимиетінің рейсі Номан Челебеджикханның фалиеті аққында ве Ольгенің 99 жылығына бағышланған. Ватан перверлік ярышы енді 4-ші кере өткерілмекте, ғалиплер, қиметлі мұкафатлар, иштиракшілер есе едиелер қазандылар. Бүгінгі вазiyetке bakmadan biz karar aldık onu devam etmeye. Çünkü onun manası pek büyük. Çelebijakan umuru bizim yaşlarımızga örnek gibi olsun. En büyük da bir vaziyet bugün var. Bizim kichkene vatandaşlarımızın bir yerde toplanıp onların istidatlarını göstermeye. Номан Челебеджихан bizim için azatlık ruhunun timsali oldu. Ve elbette biz halkımız onun yolundan, onun izinden gitmek gerekmez. Onun
антыны, onun бізге қалдырған мирасыны сақламақ керекміз. Ve келешекте әлбетте bizim келешегimiz parlak olmak için biz çok çalışmak gerekmiz. Men bilesem bu yarış bizim halkımız ve balalarımız için pek mühimdir. Onlar yana istidat açmağa yardım eder. Men bu konkursta iştirak ettim ve da iştirak etmeyi isteyim. Milletke ve tanığa tilge sevgi aşanılan kun bugün. Неселден неселге хайрия концерті Ахмеджетте Қырым-Татар эстрадасынан йылдызларыны топлады. Концерт девамында топланған паралар хаста балаларының тедавеленмесіне yollanılacaqtır. Seyirciler ogünde oyun takımları, yırcılar ve КВН takımının yaş iştirakçıları çıkışta bulundu. Konser teşebbüsçileri Millet Vatan Kırım takımıdır. Во-первых, мы решили собрать сумму некую. Біз хайрия парасы топламаға қарар алдық. Бөйле ағыр күнлерде халқының evde отырып жанлары сықылар. Бөйле біз оларға әйгленмеге фырсат бердік. Чүнки біздің милли медениетімізден бағлы олған тедбірлер пек сирек өткеріле. С нашей национальной культурой проходит. Концерт прошел отлично. Концерт пек яқшы кечті. Бір Қырым-Татар концертлері кібі шей ей севиеде өткерілді. Бір ижрачының севиесі артқанını көрмек есе да зияде қуандыра. У каждого исполнителя. Bugün biz merhametlik ne degenini da bir kere bildik. Bir-birimizge kol tutup büyükten büyük işler beceremiz. Allah bundan razı olsun. Programını pek beğendim çünkü bir artist bizni öz yerinin, öz oyununun bizni kuvandırdı ve bunun bizim balaçıklarımızga mutlak yardım etmeye tırıştılar. Киев мерkezinde yollarının birinde kopur parçası eşildi. Vaqia tunevin akşam yüz berdi. Qazalanğanlar yok, lakin beton qalımtıları aşağıda turgan arabanı ezgen. Kiev meri Klitschko anlatqanına göre kopur boldurgan. Muhbirimiz Lidia Polyanskaya tafsilatlı jabili. Yozede tıkalmaması için sabah yengil ve içtimai arabalar için hareket açıldı. Uzun yük maşinalarını başka tarafka yollanıldı. Geceden beri köprünün kirişinde polis tura. Özlerini mında içtimai tertipni teşkermeyimiz maksadının yolladılar. İnsanlar köpür altında yürmesin, araba mından geçmesin deyip, bir de şehirde yol tıkanıklığını olmaması için. Tünövün akşam saat 8:30'da Şulyavski köprünün bir parçası ayrılıp aşağıda turgan araba üstünde düşken. Ele kılgan ve yaralangan yok. Köpür üstünden hareket kapatıldı. Bir saattan son tamirciler ve Kiev şehrinin yöneticileri geldi. Biz onun alını көреміз, o bir taraftan eksirgeni için veran oldu, başka taraftan ise kullanıp kaydeleri bozulganı için köpür aslında küçük mimarik kuruluşlar turaydı, o yerde yangın çıkanıydı. Bugün köprünün tamiri devam etti. İşçiler malumat vermekni reddettiler. Bizim rehberlerimiz gelse, onlardan sorabilirsiniz. Kiev sakinlerini bu vaka pek hayretlendirmey. Bunu beklenilgenidiler dep aytalar. Hakimiyet eski köprülerge bakmak gerek, tamir etmek gerek. Çünkü ölgegiler olsa çok facialı mesele olurdu. O kopmak üzereydi. Mında second hand barıdı, köprü yandı. Suv arıkları çalışmay, bu zaman meselesiydi. Kiev şehir yılbaşısının bildirgenine göre da 3 yıl evvelsi mında 3 katlı seyahat olmak gerekedi. Bu kaza onun kurulmasını tezleştirecek dep aytdı Klitschko. Lidia Polyanskaya, Eldar Ismatov, Zaman, ATR. Запорожье sakinleri Qırım-Tatarlarga müracaat ettiler. Qırım işgalinin 3. yıllığına Запорожье sakinleri Qırım sakinlerine kol tutmak için Ukrayn ve Qırım-Tatar tilinde video müracaat yazdılar. Biz sizni sevimiz, ми вас любимо. Україна юрегімде, Україна в моєму серці. Biz sizni bekleyik, ми чекаємо на вас. Biz sizni загинамыз, ми скучили за вами. Іншаллах, ерші, якши, олур. Дай Бог, все буде добре. Крим – бу Україна! Крим – це Україна! Bu saat hazır olgan sonki haberimiz edi. Hepinizge hayırlı akşamlar tileyim. Daima ATR ile olunuz. Görüşkенде.